Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге куркуманың пайдасы жөнінде айтатын боламын. Куркума табиғи антибиотик. Сонымен қатар антисептик, қабынуға қарсы әсері де бар. Айқын ісік клеткасына қарсы әсер береді. Ісік клеткаларының бірнеше түріне қарсы тұра алады. Азияда бауыр ауруларының кез келген түрінде қолданылатын номері бірінші зат. Өт қабын белсендіреді, ас қорытуды жақсартады. Куркума дәмдеуіш ретінде, бояғыш ретінде пайдаланылады. Куркуманың отаны Индия болып табылады. Индияда ең танымал өсімдік және кең қолданылады. Куркума ағзада өт және асқазан сөлін өндіруге қатысады. Бұл негізгі инфекцияға қарсы, оның ішінде паразитке қарсы физиологиялық қорғаныш механизмі болып табылады. Куркумин жайлы естідіңіздер ме? Ол куркума құрамына кіретін негізгі зат. Сол куркумин куркумаға сары түс береді, және ол негізінен қабынуға қарсы, ісікке қарсы, антиоксидант, антимикробты әсер көрсетеді. Куркумин өзінің қабынуға қарсы әсерінің арқасында буын ауруларында, артрит, артроз, ревматоидты артрит және тағы басқа бұлшықет ауруларында, тіс ауруларында, етеккір алды синдромында жақсы нәтиже көрсетеді. Куркуманы тұрақты пайдалану ішек микрофлорасының белсенділігін арттырады. Куркума ағзаның әртүрлі инфекцияларға қарсы тұруын жоғарылатады. Қанды тазалайды, бауырдан токсиндерді шығарады және зәр айдағыш қасиетке ие. Куркуманың керемет емдік келесіде қасиеттері бар. Антибактериалды қасиеттерден бөлек ауырсынуды басуға да көмектеседі. Куркумамен нашар холестерин деңгейін төмендетеді. Куркума метаболизмді реттеуге көмектесіп, дене салмағын төмендетуге көмектеседі. Куркума бауырдың барлық ауруларына, бауырды май басу, гепатитке жақсы көмекші. Куркума тері қабыну ауруларында, акне, псориазда қолданылады. Сонымен қатар куркума жара жазылуын тездетеді және теріні қалыпқа келтіреді. Куркуманың құрамына келетін болса, оған эфир майы мен куркумин кіреді. Куркума өсімдігі фосфор, темір, иод, кальций, холин, витамин группасы В, В1, В2, В5, С және К витаминдеріне бай болып келеді. Организмнен токсиндер мен зиянды заттарды, бос радикалдарды құрамындағы антиоксидант әсерінен шығарады. Витамин К қан тоқтататын әсерге ие. Сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесінің үшін маңызды витамин. Куркума сонымен қатар организмдегі маңызды антиоксидант глутатион түзілуді стимулдайды. Глутатион дегеніміз күшті антиоксидант. Ол 3 амин қышқылдан құралады. Олар цистеин, глицин, глутамин. Глутатион ағзадан барлық зиянды токсиндерді шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар бос радикалдар мен ауыр металдарды организмнен шығарып тастайды. Ол иммунитетті көтеріп, көп аурулар даму қаупін азайтады. Клетка зақымдалуын төмендетіп, жедел респираторлы инфекциялық аурулардың симптомдарын жеңілдетеді. Бас ми жұмысын жақсартады. Қандағы қант деңгейін тұрақты деңгейде ұстап тұруға көмектеседі. Бауыр мен бүйрек функцияларын қалыптастырады. Ағза негізінен аз мөлшерде глутатион түзеді. Бірақ қазіргі кездегі дұрыс емес тамақтану, қоршаған орта ластануы, стресс, инфекция әсерінен ағзадан глутатион деңгейі төмендеген. Куркуманы кімдерге пайдалануға болмайды? Куркума тек жеке көтере алмаушылығы бар адамдарға қарсы көрсетілген. Сондықтан, егер сізде кариге аллергия болса, куркумаға да реакция болуы мүмкін. Куркуманы қанық сары түс беру үшін бояғыш ретінде көп пайдаланады. Сондықтан, ас мәзіріңізге жиі пайдаланыңыз. Деніңіз сау болсын.